Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün yanvarının 9'u Cuma akşamı günü. Ukraina uçağı kazaga uğraganının versiyalarından biri Tor Rusiya raketa kompleksinden urulması. Bunu Ukraina Milli Teleközsüzlük ve Müdafaa Şurasının katibi Alexey Danilov bildirdi. Onun aytkanına göre bu versiyana Ukraina mütehassisleri baka. O kaydetdi, Rusiya raketasının parçaları kaza yerinde tapılgаны hakkında malumatta endi internette var. Bunun beraber versiyalar arasında pilotsuz uçakның çatışma, uçakның texniki bozukluğu ve terör eylemi. İran'da kazaga uğragan Ukraina hava yolları Boeing 737 uçağının kara kutuları bozuk. Malumatның yarısı yok. Bu kaza tahqiqatı İran komissiyasının ilk hesabatı. Onların malumatına göre uçak radar ekranlarından 2,5 metr yükseklikке ko'tarilgan so'ng g'ayib oldu. Uçucu yardım soramak için aviadispetcherinen bağlanmagan. İran tahqiqatçıları kaydetdi, uçak düşmezden evvel yanıp başlagan. Bu haqda kazanı öz ko'zining ko'rganlar ve ikinci uçakta olgan yolcular ayta. Başlıca garbi tarafqa ketken uçak bir şeyinin rast kelişti. Bundan son sağ tarafqa aylandı ve kaza vaxtında aval limanға keri qaytaydı. Uçucu dispetcherge vaziyet hakkında bildirmedi. Uçakta kazadan evvel yangın çıktı. Bunun sebebi da belli değil. Боевиклер Донбасста Авропада ишбірлік ве телекөсізлік тешкелятынан незарет етуф миссиясының ішіне кедереті. Русия үджіретлі аскерлері Донецк вилаятының және Бандерлешкені Верхне-Широкинске янындаки ноқтадан көзет ежелеріні ебермеді. Бұл ел вақтын жайышғал етілген топрақның бөлгесіне кеті. Анда есе Минск анlaşmalarına көре ағыр селяве арби техниканы ерлештірмек мүмкін дегіл. Багдадта үкімет мынтақасында 2 ракета патлады. Анда Ирак үкімет муассисалары ве четел миссиялар ерлеші. Бұл вақта Reuters агентлігі Ирак полисының менбаларына атфы етіп білдіре. Журналистлерінің білдіргеніне көре ракеталардан бірі Америка елшілігінден 100 метр ұзақлықта түшкен. Яраланғанлар ве ракеталарына ким ұшырғаны хақында мәлімат жоқ. Австралияда орман янгынлары артқаны себебінден яны тахлия далғасы башланды. Табиат афеті Австралияда кечкен сене октябрь айында башланды. Ондан себеп 24 киші әлі олды. 5 миллион гектарлық мейдан яны бетті. Алев экибин эв yok етті. Башлықларының фикрінже янгынлар yok етуі үшін автолар ве атта айлар керек олacak. Украина Максим Гавриленко пластик өзліклерінің альтернативасыны ярата. Оларны қаве яда кетенден ясай. Бұ кебе черчеве ер яда сувы чынды тамамынен чүріп дағылаве құланувдан сон табии күбіре ола. Қаведен ясалған көзліклер не ерді ән яқшы алынаве Украинада насыл файдалы мақсулатлар япмаға істегені аққында невбетті келев хамызда. Ғайе пейда олған вақыттан бірінші черчевеге қадар 1,5 ел кечті. Бүгінде оптика базарында әнді 7 модель ве 34 вариант бар. Қавет әлбеві черчеве ясалмасы үшін мүкемел хамал олғаныны Максим бірден анлады. Темного цвета. О қою түслі, классик көзліклер есе қара түслі. Олар ершейге келеше универсаль, дызман. Қавет әлбеві пек чоқ бұ көтеріп атылған хаммал. Біз есе оны екінші керек қоланып оламыз. Мальзиме азарланмасының эпосы басамақлары үшін 7 күн керек. Черчевенің сатлық көрінішіне 2 саат әл іші кете. Көзліклер ясалмасы үшін 1 филжан эспрессо тәлбеві етер яда 15-20 грамм. У нас сейчас не такие большие... Шымды пек бұйық миғдарлар жоқ, оның үшін бізге теклиф етілген бұтын телбевіні ішлетіп оламаймыз. Истеклер бар, Колумбиядан телефон етіп пек чоқ телбев бар олғанына айталары ве оны йолламаға теклиф етелер. Лондрадан да истеклер бар еді. Қаведен заев көров үшін күнеш көзліклері япыла біле. Линзалары да ади олмаған мальземеден япыла. Бұл бар олған лизалар арасында ең экологик солары.
Олар ишленілген памуқтан япыллаған. Ноябрьнің ортасында Лейха краудфандинг платформасында тақдим етілді. Бір күн içinde стартап инкешафы үшін кереклі параны топлады. $10,000. Пара ишханянын янаратылуы үшін kullanılacak. Бұл көзліклерінің фиятыны 2,5 қат экселтежек. Наша главная цель на весну – это заменить... Esas maqsadımız bargi yaqın fiyatı 500-600 grivna olğan ucuz Çin közüklері yerine bizim tibbi organik közüklerini getirmek. Ukraynada ve tibbi malzemelerden yapılgan közlükler. Қаве көзліклерінде микропластик ве нефть элементлері yok. Телбев осумлік яғы сасындаки мадде япыштыра. Если вы их поместите в землю... Оларны ер яда суға қойсаңыз, 10 жылдан сон чүріп дағылмаға башланғанını көрерсіңіз. Әтрафтаки мұйт үшін іч бір менфи тесірі олмайжақ. Муштарелерінің 80% четел адамлар. Эсасен қаве көзліклері Япония, Австралия, АБД ве Гарби, Авропада яқшалына. Реакции разные, очень разные. Давраныш пек түрлі ола. Ойлы ола ки адамлар неге керек деп сұрайлар. Бойлы сойлары аз амма бар. Соң аңлатып башлайсың пластик зарар кетіргеніне, этрафыны бұлаштырылғанына. Бізім исеміз бұ технологияларын инкишафы, бұ көзіклер дегіл, біз япқан яңы малземе. Максим ишхане құрмақ үшін әнді ятырымжыларнен айтыша. Сырф Украинада ишлемеге планлаштыра. Көзліклерден ғайры да тыш фырчасы, савут, телефон, құтулары ве дегер мақсулатлар япажақ ола. Стартапның әнді бірінжі сымырышлары да бар. Пайтақның қавеханелері үшін филжанлар. Анна Романовская, Халисе Зенедин, Селим Тохтаров, Антон Куница, UATV. Құрметлі серджелері, бұл дақиқаға бұл сонки хаберамас әді да дачо хаберлерна сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV-лі олыңыз ұзынызге мұқайт олыңыз сағылықнен қалыңыз ярынға қадар. Иншаллах, күрішкенде.